Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ашытқысыз, яғни дрожжысыз дайындалатын бауырсақтың рецептін ұсынып отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажеті 200 мл жылы айран, 1 шай қасық тұз және үлкен қасықпен қант және 1 жұмыртқа. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және осы қамырға кететін 300 грамм болмаса 400 грамм ұн болуы мүмкін. Мен 300 грамм ұн жұмсадым. Жарты бөлігін салып, бір араластырамын. Одан кейін оған 1 шай қасық ас содасын саламын. Оны да жақсылап араластырып аламын. Одан кейін ғана барып қамырды қолмен илей берсек болады. Қамырды 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Одан кейін 10-15 минуттан кейін ғана барып қамырды жая берсек болады. Қолға кішкене жабысқақ болғандықтан сұйық майға қолды жағып алуға болады. Болмаса кіші аз ғана ұн сеу қажет. Себебі ұн көп сепкен жағдайда майыңыз қарайып, күйіп, бауырсақтан ашты дәм шығып кетеді. Қызып тұрған майда бауырсақты пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.